Айша Бейбігі мектеп радио тыңдармандарына сәлем. Сіздермен бірге әсерлі әңгіме бағдарламасы және бүгін бізде қонақта ағылшын тілі пәні мұғалімі Нұрмағанбетова Нұргүл апай. Апай, қош келдіңіз дегіміз келеді. Сәлеметсіз бе, Маржан? Ал жеке өзіңізге алғашқы сұрақтардан бастайтын болсақ, Төретам кентінің тумасы, екі шет тілі мамандығының иесі, қазіргі таңда лицейімізде ағылшын тілі пәні мұғалімі Нұргүл апайдың туып өскен жері жайлы толық ақпарат алсақ. Мен өзі Қызылорда облысы, Байқоңыр қаласы Төретам кентінің тумасы боламын. Байқоңыр қаласы іргесі 1955 жылы қаланған. Ол ғарыш алаңы болып саналады. Ол ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендердің қашық болуы және экватор жазықтығына жақындығы, ракета ұшырудың қауіпсіздігі, қайтып оралатын ғарыштық объектілер үшін қолайлы жер болғандықтан осы жерді Байқоңыр қаласы таңдалды. Және де Байқоңыр қаласы туралы айтатын болсам, ол әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш полигоны болып саналады. Біздің осы лицейімізде жұмыс жасап жүргенімізге 2 жылдың көлеміндей уақыт өтті. Бірақ сол 2 жылдың көлемінде біз ең үлкен байқағанымыз, кітап оқу сағатында болсын, түскі ас уақытында болсын, әрдайым кабинетте кітап оқып отырасыз. Соған қарағанда кітап оқығанды жақсы көретін сияқтысыз. Мен кітап оқуды өте жақсы көремін, және орыс, ағылшын, қазақ тілдерінде кітап оқуды өте жақсы көремін. Бос уақытым болған кезде бірден қолыма кітап аламын. Осы жағдайды сезіп, біз бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбын кітап тілсіз мұғалім деп қойдық. Сұхбатымыздың тізгінін кітап осы тақырыпқа қарай бұратын болсақ, кітап оқу туралы қандай ойдасыз, не айтар едіңіз? Кітап ол біріншіден ол үлкен байлық. Ол кітап оқу арқылы адамдар өздеріне сарқылмас инвестиция жинайды. Және де дұрыс кітап адамның адами қасиеттерін дамытуға көмектеседі. Және тоқтамсыз бастағы адамдардың ойларын реттейді және тіл байлығын арттырады. Және де жақсы кітап ол жақсы собеседник деп айта аламын. Адам бойындағы еріншектік, арамдық қасиеттерді жойып, кеңінен ойлауға, жүректі кеңінен сезінуге тәрбиелетсем болады. Ал жалпы өзіңіз қандай кітапты оқығанды жақсы көресіз? Қандай тақырыптардан? Мен көбінесе тарихи кітаптарды оқығандарды жақсы көремін. Және өмір туралы, я болмаса өмірге пайдасын тигізетін кітаптарды оқығанды жақсы көремін. Мәдениет, адамды тәрбиелейтін кітаптар өте ұнайды. Өзіңіздің оқыған кітаптарыңыздың арасынан бізге бір кеңес беретіндей қандай кітаптар бередіңіз? Осы кітапты оқығандарыңыз жақсы болар еді деп. Қазіргі таңда оқып жатқан кітабым туралы айтсам болады, Билл Гейтстің The Speed of Souls. Ол кітап өте ұнайды. Сіздерге де кеңес беремін оқуға. Ал кітап оқығанда e-book немесе қолыңызға ұстап оқитын кітап екеуінің қайсысын таңдар едіңіз? Мен көбінесе жолға шыққан кезде e-bookты алып оқимын, ал үйде я болмаса жұмыста кезде қолыма кітап алып оқығанды жақсы көремін. Өйткені e-bookта мысалы 500 бетті оқисың, бірақ бір пара оқығандай сезімде боласың кітапты бітіргеннен кейін. Ал кітапта мысалы 100 парақты бітірген кезінде де және парақтардың дауысын ести отырып, ол адамға ерекше сезім береді. Жол туралы айтып кеттіңіз. Өткен аптада барлығымыздың есімізде ұлттық дебат сайысына барып оқушыларды қатыстырып қайттыңыз. Сол бір дебаттан қалған ескеліктерді, ойларыңызды бөлсеңіз. Осы ақпанның 26 мен 28 аралығында 3 күн бойы Алматы қаласында Galaxy International School'да дебат болып өтті. National Debate Championship. Бізден 3 команда шықты. Өте жақсы әсерде болып келді. Қыздар өте жақсы опыттар жиналды. Ол жақта 84 команда болып жарысты. Қыздар белгілі бір алғыс хаттар, сертификаттар алып келді. Дебаттың мақсаты, Алматыда болып жатқан дебаттың мақсаты, біз қазір 3 тұғырлы ел болып атандық. Сол 3 тұғырлы тілге үлесін қосу мақсатында жасалып жатқан дебат. Бұл дебат енді жыл сайын ұйымдастырылады. Енді жақын арада біз дебат клубымызды ашқымыз келе жатыр. Онда 8 және 7 сынып оқушыларын тәрбиелейміз. Онда 7-8 сынып оқушыларының тренерлері осы жақын арада Алматыға дебатқа барып келген қыздардан қойғымыз келіп жатыр. Алда біздің жетістіктерімізді көріп отырасыздар. Қыздардың спикинг, сөйлеу жағы өте жоғары болды деген пікірді естідік. Сол жағына мұғалімдердің үлесі қаншалықты деп ойлайсыз?
бұл жерде мұғалімдердің рөлі жоғары, өйткені оқушыға бағыт беретін, жол көрсететін мұғалім болып саналады. Осы уақытқа дейін мысалы 10-9 сыныпқа дейін жинап келе жатқан білімдерін ол дебатқа барып оқушылар көрсетті. Енді сол оқушылардың мұғалімдеріне рахмет айтқым келеді, осы радио FM-да пайдалана отырып. Интервью сұрақтарын тақырыпқа қарай бұратын болсақ, кітаптардың аудио нұсқалары да пайда болып жатыр, иә? Соған қалай қарайсыз? Аудио нұсқалар әрине жақсы, егер басқа шетелдің тілін, мысалы ағылшын тілін үйрену үшін қолданатын болсаң жақсы. Бірақ егер қол бос болып, үйде отырып, я болмаса бос уақыт болған кезде кітап оқыған дұрыс деп ойлаймын, тек аудионы тыңдағанша. Ал егер далада серуендеп жүріп, я болмаса велосипедпен серуендеп жүрген кезде, әрине аудиобуктар жақсы. Ал тақырыптан ауытқып соңғы сұрағымды қойсам, алға қойған ең үлкен мақсатыңыз қандай? Қоғамға пайдалы адам болғым келеді біріншіден, және де оқушыларымның әрбір оқушыларымның ойларына позитивті ой салатын адам болғым келеді. Және де ең басты мақсатым оқушыларға дұрыс бағыт беретін мұғалім болғым келеді. Ал сіздің ойыңызша арман мен мақсаттың айырмашылығы қандай? Мақсат пен арман бір десек болады, өйткені біз армандау арқылы алдымызға мақсат қоямыз. Мақсат ол бірінші арманнан басталады деген келеді. Олай болса, Нұргүл апай, алға қойған армандарыңыз орындалып, мақсаттарыңыз жүзеге аса берсін деген тілекпен біз осы интервьюмызды аяқтаймыз. Ал құрметті тыңдармандар, әсерлі әңгіме бағдарламасына келіп сұхбат берген мектеп-интернатымыздың ағылшын тілі пәні мұғалімі Нұрмағамбетова Нұргүл апайымыз. Айша Биб FM мектеп радиосының тыңдармандарына әсерлі әңгіме сыйлағаныңыз үшін Нұргүл апай, сізге үлкен алғыс айтамыз. Айша Биб FM радиосына үлкен алғысымды білдіремін. Шақырғандарыңызға рахмет.